бұл енді психологияның ішінде кішкене болса да тереңірек. Барлықтары түсініксіздер ме? Өздеріңіз түсініксіз бір сұрақ келіп тұрған сияқты болып. Екі баланың анасын әзірше, қазір 3-ші сынып студентін ала берді. Үлкен ұлым 7-де, екінші 1 жас ондайда, қазір 3-ші жолдасым бар. Тренингтер өткіземін егіндерге, онлайн, және консультациялар қабылдайды. Менің басыммен туралы ақпарат. Ал бүгінгі тақырыпқа келетін болса, Отыз ханымның ашып жатқан керемет сәби атты массаж кабинетінде біріншіден мен бұл ұсыныс өте ұсыныс болды мен үшін, өйткені массаж мен үшін норма зат. Оның бір қажет емес деген сұрақ қойылмайтын сияқты. Анаға 1 жасқа дейін 2 баланы да міндетті түрде 4 массажын алып. Оның жақсылығын білемін. Бірінші 3 айға дейін, одан кейін 5 айдан бастап міндетті түрде енді қимылдап, еңбектеп кетуіне мүмкіндік, оқып кетуіне мүмкіндік болу үшін. Сосын 9 айға жақын және 1 жасқа жақын. Оны мен міндетті түрде білемін, бірақ ал енді массаж туралы әңгімеңіздер. Массаж туралы не айтам деді. Өйткені, егер сіздер осында келіп отырсаңыздар, сіздер пайдасын білесіздер. Не үшін балаға массажды қажет екен. Бірақ енді бұл массаждың екінші жағын қарап көрейік. Бала өскеннен кейін бұл массаждың қандай пайдасы бар? Немесе пайдасы жоқ. Ойланып көрдіңіздер ме? Немесе дәл қазіргі сәтке пайдасы бар деп қана қарадыңыздар. Сіздермен сөйлесейікші. Дәл қазір сәтке мысалы біз бір баланың бойында бұлшық әлсіз болса істетеміз болды, одан кейін ойлап қойыңыз ғой. Болашақта 4 курс алып көрдім. Енді бірінші ұлымда ода дисплазия болды. Міндетті түрде ол 6 айға дейін, 5 айға дейін бар. Ол парафині бар, басқасы бар, міндетті түрде алды. Екінші ұлымда ешқандай проблем болған жоқ, бірақ міндетті түрде общий массажды алдырттым. Өзім сұранып жүрмін. Сондықтан оның қандай жақсы екенін білемін. Балада гипертонус дейміз ғой, баланың туған кезде қанықлар, кислород жетіспейді дейміз үшін неше түрлі далаға шықпаймыз, жүрмейміз, әңгіме айтпаймыз, үйде отыра береміз. Қазір соңғы кездегі аяғымға ерген телефоннан өше түспейді. Сондықтан іштегі баланы сәл ойлай бермейміз. Көп жасаса да массажды баланың денесі шли босансыз болады. Көп жасаса деген бұл жерде сіздің өзіңіздің сезімдеріңізге байланысты. Егер сіз балаға 6 массаж жасадым көп деп ойлайтын болсаңыз, әрине ол көп болады. Егер сіз айтсаңыз, жоқ, 2 массаждың өзі менің балама жеткілікті деп сіз шешім қабылдайсыз, балаңыз сізді шешім қабылдай алмайды ғой. Сондықтан бұл жерде ананың жауапкершілігіне байланысты, қаншалықты көп немесе қаншалықты аз. Жаңа болашақта дегенде, қазіргі достар болашақта алса, келешекте мен пайдалы деп ойлаймын, өйткені физкультураға бейім болады. Мәселе тек физкультураға емес. Дене бұлшықеттерінің бәрі бір орынға келіп, мына сутулыс дейміз, бүйтіп жүру немесе ол отыруға байланысты, бірақ кішкентай кезінде позвоночный дұрыс емес дамығанына да байланысты. Және ер балаларда көбінесе жаңағы плоскостопия дейді. Оның бәрінен армияға барар кезде өзінің несін беріп жатады. Проблемасын беріп жатады. Сондықтан кейінгі кездерде мен сіздерге қазір бір эксперимент жасаймын. Эксперимент. А вам удобно? Я болтаю. Удобно, я понимаю, как сказать надо. Все хорошо. Қазір мен жаңа екінші жағын көрсетемін дедім ғой, балалардың ертең өскен кездегі қаншалықты оның массаж алғанын алмағанын білу үшін. Мен сіздерді қазір жандарыңызға келіп бірдеңе істеймін. Бірақ бұл туралы ештеңе үндемей отырыңыздар, содан кейін сезімдеріңізбен көрсеңіздер. Жарайды ма? Бірақ бірінші рұқсат берсеңіздер болды. Бірдеңе істеуге. Жандарыңызға жақындаймын, бірдеңе істегенде бірдеңізге қолды тигізейін. Басқа жақтарыңызға тиіспей қояйын. Басқа мәселе, қазіргі сәтте мен сіздерді ұстап жатқан кезде не сезініп жатқандарыңызды байқап қалыңыздаршы.
басты мәселе бұл жерде сезімдеріңіз. Болашақ гештальт терапевт ретінде сезім өте маңызды. Бас потрогать. Сезімдеріңіз. Обычно обнимаемся. Нет, обниматься я не разрешаю. Просто трогаю. Смотрите, у вас как-то там напряженно присутствует. Перелетный сезон. Ал енді кім бөлісе алады? Сөйлемеймін деген ханымға тиіспеймін. Маған білмеймін. Адамның денесінің қуаты сияқты үкімді жақсы әсер етеді. Басқардың пайдасы бірақ қырқынан шыққанға дейін өзім жасаймын. Қандай тәлігі массаж? Олар оқымаған ал қазір мен немерелерімді массажға апарамын. Үш рет алдым бірақ. Ол қазір жақсы ешқандай жер алмайды. Фигурасы бәрі тамаша. Содан кейінгі немерелерге тағайындау. Содан кейінгісіне бір-ақ рет жаңағы тамағына айтып қазіргі заманда сол бар. Не сезімді не сезімдіңіздер? Мен ұстағанызды жағынан басқа сезімдеріңізді басқаларға байқап қарамаңыздар. Өйткені әкімнің сөзін бір автоматты түрде қолданып кетеміз. Денемізді ішінде былай. Қарқын жетіршілді. Немесе менің ұстағанымды қаламаған адам бар.